Баршаңызға сәлем, сіздермен Фариза асханасы. Бүгін сіздермен көпшілік біле бермейтін ерекше каша дайындайтын боламыз. Бұл кашаның ерекшелігі ұннан жасалады. Видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен қатты отта қызып тұрған табамызға сұйық май құйып, үстінен ұнымызды салып, жақсылап араластырамыз. Керекті заттардың мөлшерін осы видеоның астында описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Ұнды майдың үстіне салғаннан кейін қоңыр түске енгенше мүлдем тоқтатпай араластырып тұрамыз. Өйткені біздің отымыз қатты болғандықтан тез күйіп кетуі мүмкін. Ұн шамамен 10 минут аралығында қоңыр түске енеді. Мінекей, біздің массамыз дәл осындай түске ену керек. Сонан соң суын дайындаймыз. Суға, салқын суға қантымызды салып, қант ерігенше жақсылап араластырамыз. Дайын болған суымызды жаңа дайындап қойған массамыздың үстіне бірінші аз мөлшерде құйып алып, жақсылап араластырамыз. Осы жерде ескертетін жайт, біздің ұн мен майымыз қатты қызып тұрғандықтан су құйғанда қатты бу шығады. Сондықтан су құйғанда абайлап құйыңыздар. Біздің массамыз үстіне салқын су құйғанда дәл осындай түйіршіктер болып қалады. Сондықтан да оны беншіктің көмегімен жақсылап түйіршіктер қалмағанға дейін араластырамыз. Мінекей, көріп тұрғандарыңыздай массамыз біркелкі масса болды. Енді қалған суымызды да құйып, жақсылап араластырамыз. Кейін қатты отта қайнағанша ұстаймыз. Қайнаған соң астын орта отқа қойып, 10-15 минуттай қайнатамыз. Достар, егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, осы видеоның астында подписаться деген кнопканы басып, каналыма тіркеліп алыңыз. Және де жүрекше белгісін басып, басқа да достарыңызбен бөлісіп қойыңыз. Мінекей, біздің массамыз ақырындап қоюланып жатыр. Су құйғаннан кейін шамамен 15-20 минуттай қайнатамыз. Мінекей, көріп тұрғандарыңыздай біздің кашамыз дайын болды. Дәл осындай қоюлықта дайын болды деген сөз. Дайын болған кашамызды ыдыстарға құйып ұсына беруге болады. Бұл кашаны ыстық күйінде де және салқын күйінде де жей беруге болады. Каша салқындағанда холодеске ұқсап қатып тұрады, өте дәмді болады. Мен бұл жерде 4 кісіге жететіндей етіп жасадым. Өз қалауларыңыз бойынша құрамын көбейтіп, азайтып жасай берсеңіздер болады. Міне, осымен біздің кашамыз дайын. Міндетті түрде жасап жеп көріңіздер. Өте дәмді және тойымды кашалардың бірі. Сіздермен болған Фариза, сау болыңыздар.